Армысыздар, бізде бүгінгі подкасттың тақырыбы дәм мен дәстүр. Қонақта бізде Гүлнұр Өміржанқызы, қазақ бренд ұлттық дәм дүкендерінің негізін қалаушы. Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Осы қазақ бренд дүкенінің негізін қаланғаны туралы білгіміз келеді. Неден басталды, қалай басталды? Қазақ бренд дегенде ең бірінші шын мәнісінде Қостанайдағы осы ұлттық тәттілер дүкені естеріне келеді. Көп адамның себебі бүгінгі күнге дейін 2020 жылдан басталған бұл тәттілер дүкенінің негізі тарихы. Сол күннен бастап біз насихаттау жұмысымен көп айналысып келе жатырмыз. Себебі бұл ұлттық тәттілерді біз Қостанай өңіріне ең бірінші әкелген кезде бұны жұртшылық тіпті мүлдем білмеді деп айтуға болады. Таңсық дүние болды оларға. Сондай бір вау дейтін нәрсе болған сияқты. Себебі алып келгенде ең бірінші бұл менің үйімдегі асханамнан басталған бизнес. Хоббимнан басталған десем де айтылуға болады. Себебі отбасыма дайындап жүрген тәттілерді біз әлеуметтік желіге шығардық. Содан кейін халықтан сұраныс пайда бола бастады. Бұны қайдан алдыңдар, қалай жасадыңдар, қаншаға сатып алдыңдар дегенде сұрақтар келе бастады. Тапсырыс өзімен өзі келе бастады. Оның артында әрине сұраныстың тұрғанын түсіндік. Содан кейін ақырындап сұранысқа ұсыныс жасай бастадық. Сондықтан бұл менің отбасылық асханамнан туындаған бизнес. Насихаттау жұмысымен көп айналыстық дедіңіз, биыл 6 жылдан былай қарасаңыз асып кеткен екен. Сонда кәсіби маркетингке жүгіндіңіздер ме, әлде қалай басталды бұның барлығы? 20-шы жылы бұндай карантиннің қайнап тұрған кезі, сол карантинде мен карантин жылдары үйде жұмыс жасадық қой, сол кезде бастадым. Одан кейін бала күтіміне байланысты декреттік демалысқа шыққаннан кейін қолыма алдым бұл істі. Себебі болашағы бар кәсіп екенін түсіндім. Және де мен өзім негізі журналист, мамандығым бойынша журналист. Сондықтан сол журналистикадағы менің қабілеттерім өзіме көп көмегін тигізді. Себебі барлық бұқаралық ақпарат құралдарымен тікелей жұмыс жасадым. Радио, телеарна, газет барлығына дерлік жарнаманың барлық түрін пайдаландық. Одан кейін әлеуметтік желіге міндетті түрде барлық әлеуметтік желінің қай бағыты бар, соның барлығымен жұмыс жасап, SMM маманы жұмыс жасады. Осы қазақ бренд деген атауының өзі құлаққа естілгенде бірден алдарына ұлттық тәттілер келетіндей сондай үлкен жұмыс жасалды. Кім ойлап тапты атауын қазақ бренд деп? Мен ылғи айтып жүремін, бұл атауды маған өзімнің інім ұсынды. Және де ұсынған кезде қазақ бренд деген атау бұл үлкен атау деп ұсынды. Және де мен оны қабыл алдым. Бірақ қабыл алған кезде ол бірінші жағынан менің үлкен бір жауапкершілік тұрғанын сезіндім. Себебі қазақ бренд деген атау ол тек қана Қостанайның ғана өнімі емес, ол бүкіл қазақтың бренді бола алатындай өнім тұру керек оның артында. Жаңағы атаудың артында үлкен сапалы өнім болу керек деп түсіндім, және сондай жауапкершілікпен жұмыс жасауға тырыстым. Және де бүгінгі күні көп басқа қалаларға жәрмеңкелерге шығамыз. Сол кезде ең біріншіден көзге түсетіндері осы қазақ бренд деген атау. Сол себептен де ол атау бізге бір жағынан жаңағы танымалдылық алып келді, екінші жағынан жұмыс істеуге мотивация болды. 20-шы жылы бұл идея келді, қазақ бренд деген атауды таңдадыңыздар, дүкен ашу деген қадам қалай басталды? Жалпы біз 22-ші жылы біз отбасымызбен Қазақстанның батыс өңірін, оңтүстік өңірін аралап келдік демалысқа барып келдік. Сол кезде менің байқағаным ол жақтарда қазақилық дәстүрлерді көбірек сақталады да ол жерде. Және де олардың мысалы дәмханаларына кіргенде столдың үстінде тары, жен, сондай тағамдар тұрады. Ал біздің Қостанайда 20-шы жылы ондай тағам мүлдем тіпті естілмейтін де еді ғой, құлағымызға мүлдем естілмейтін. Және де осы сұраныс менің өзімде де болды. Ең бірінші мен талқан іздеген кезде Қостанайдың ешқандай дүкендерін таппадым. Тек қана базардың аралап жүріп, соның бір-екі жерден болмаған кезде кейде тіпті ауылда ата-әжелеріміз тұрады, сұрататынмын. Беріп жіберіңіздер деп. Өйткені менің балаларым өздері жақсы көретін. Мен күнде таңертең қаймаққа, сүтке езіп беремін да, одан кейін жен жасап беремін. Оларға қызық болатын ол дәм. Себебі таңсық нәрсе ғой, бұл дәм мысалы біздің кішкентай кезімізде балалық шағымыздың дәмі. Біз есімізде анамыз
бидайды қуырып береді, біз оны ұстап жүріп жеп жүреміз, талқанды өзіміз диірменге тартамыз. Оның барлығы өзіңнің қол еңбегіңмен келгеннен кейін ол тәттіні, дәмін естен кету мүмкін емес, естен шығару мүмкін емес. Сондықтан да оның барлығын біздің балалық шағымыздың естелігі ретінде бізде сайрап тұр санамызда. Ал қазіргі балалардың барлығына оны түсіндіріп, көрсетіп, дәмін көрсетпесең естерінде қалмайды. Сондықтан мен отбасымда осы дәстүрді жалғастыру үшін дәл сол тәттілерді беріп жүретінмін. Және де соның шикізаттарын мен Қостанайдан таппаған кезде шын мәнісінде қынжылдым. Неге деп қарап отырсақ, біз Қостанай астықтың отанымыз, бидайдың отанымыз, бірақ біз сол қажетті дүниелердің барлығы біз өзіміздің жерімізден табылмай отырғаны маған өкінішті нәрсе болды. Және де басқа, жаңа айтып отырмын ғой, оңтүстік батыстарға барып келген кезде ол жақта шын мәнісінде қазақилық дастархан болады, ал соны біздің Қостанайға әкелгім келді, соны ұсынғым келді. Әкелгім келді дедіңіз, 6 жыл бойы осы бағытта еңбек етіп келе жатсыз. Шамалы болса да ойыңыздан шығып жатыр ма? Қазіргі таңда біздің дүкендеріміз Қостанайдың 5 шағын ауданында орналасқан, және де Жітіқара қаласында да арнайы дүкен бар. Мысалы, сол әрбір дүкенді әр жерді ашудағы біздің мақсатымыз сол шағын аудандардың тұрғындарынан түскен сұраныс. Мысалы, біз ең басында тек қана орталықта жұмыс жасадық. Сол кезде барлық, мысалы, КСК шағын ауданынан, Заречный, Затоbolдан арнайы келіп алатын біздің дүкеннен хабарласып, бізге тапсырыспен жіберіңіздерші деп. Сол кезде мен ойымда жүрді бұл дүние, дүкендер желісін ашу, яғни Қостанайдың әрбір өңірінен ашу. Сондықтан осы мақсат ақырындап қазіргі таңда жүзеге асып келе жатыр. Қостанайдың 5 өңіріне ашқан кезде сол тұрғындар шын мәнісінде рахмет айтты бізге. Ой, қандай жақсы болды. Қазіргі таңда тіпті телефонға хабарласып рахмет айтатын кісілер бар. Қандай жақсы болды ашқандарыңыз деп. Яғни бұл дегеніміз, демек, сұраныс, халықтың арасында сұраныс бар, және де олардың қызығушылығы бар деген сөз. 5 дүкен қала бойынша жұмыс жасап тұр, шүкір. Осы дүкендерді ашу барысында мемлекет тарапынан өзіңізге қандай да бір көмек болды ма? Әрине, мен өзімнің мамандығым бизнеске қатысты болмағандықтан, мен бұл бизнеске келген кезде ең алдымен өзім ізденуім керек болды, білім алуым керек болды. Сондықтан да мен барлық Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған барлық курстарды оқыдым. Одан кейін Астана қаласындағы бизнес және даму мектебін оқып шықтым. Одан кейін былтырғы жылы, 2025 жылы халықаралық талпынып бағдарламасына көпбалалы ана ретінде грант ұтып алып, соны 6 ай бойы оқып шықтым. Яғни ол жерде халықаралық дәрежедегі үлкен бизнес кәсіпкерлер бізге сабақ өткізді. Яғни бұның барлығы маған осындай кәсіптің әрбір қырларын үйрете бастады. Және де сол кезде жаңағы Астанадағы мектепті өткен кезде бізге мемлекеттен берілетін әртүрлі көмектерді көрсетті. Яғни бізде Қазақстанда жалпы кәсіпкерлердің, жас кәсіпкерлердің дамуына үлкен қолдау жасалған. Өте үлкен көмек бар. Соның бірі қайтарымсыз гранттар. Яғни 2022 жылы дүкенді ашқан кезде, ең бірінші жылы өзім бағымды сынап көргенмін осы грантқа барып. Бірақ ол жерде бұйырмады, бірақ 2023 жылы қайтадан өзімнің бизнес жоспарымды толықтырып, нақтылап, не қажет екенін өзім түсініп, барып комиссия алдында қорғап, сол мемлекеттен берілетін қайтарымсыз 5 миллион теңге грантын ұтып алдым. Және де ол гранттың қаражатына толығымен осы бизнеске қатысты құрал жабдықтар сатып алдық. Ұлттық бренд, қазақ бренд неліктен, яғни тәттілер, неге басқа әшекей емес, киім емес, басқа да өзге бағыт емес, неге тәттілерді таңдадыңыз? Жалпы біздің жалпы қазақ халқында өзіміздің құндылықтарымыз бар. Әрбір отбасының болсын, жалпы халықтың болсын, ол құндылықтардың ішіне біз тілді, мәдениетті, тарихымызды барлығында кіргізе аламыз. Және де осы мәдениетіміздің ішінде, мысалы, біздің тәрбиеміз, тәлім-тәрбиеміз жатыр. Оның ішінде қонақжайлылығымыз. Сондықтан да біз, жаңа айтып өттім ғой, жоғарыда біз кішкентай кезімізде анамыз дастарханның барлығына да өзінің қолынан пісірілген тәттілерді қоятын. Соны көріп өскеннен кейін сол жолды жалғастырмау мүмкін емес. Сондықтан да дәл осы тәттілерді мен өзімнің күнделікті дастарханыма және де келген қонақтың барлығына да ұсынатынмын.
және де ұсынып келе жатырмын. Және де осы дәстүрді тек қана менің отбасым ғана емес, барлық халықта қолданса екен деген ой болды. Және де сол үшін де дәл осы тәттілерді таңдадық. Жалпы бұл тәттілер менің жаңағы айтып кеткендей, ол балалық шағымның дәмі, естелігі, әдемі естелігі, сондықтан да оны жалғастыру қажет деп түсіндім. Жаныңызға жақын, иә? Ұлттық жаңағы тәттілердің арасында бірнеше түрі кездеседі. Соның арасында, былайша айтқанда, бәрінен биік қоятын түрі бар ма сіз үшін? Әрине, бұл жент, ол жент міндетті түрде осы қазақ бренд ұлттық тәттілері деген кезде ең бірінші жент естеріне түседі. Себебі бізде женттің 8-ге жуық түрі жасалады. Оның ішінде бір женттің 8 түрі бар. Ірімшік қосылған түрлері бар, мысалы мүйіз сияқты тәттілермен қосылып жасалған түрлері бар. Одан кейін шоколадты, одан кейін түрлі жаңғақтардың түрлерімен жасалған түрлері бар. Оның барлығы бірден әрине пайда болған жоқ. Біртіндеп шығара бастадық. Және де оның барлығы келуінің себебі де сұранысқа, иә? Сұраныс, және де екінші жағынан мен өзім күнделікті балаларым мысалы шоколад пен жентті әкеп берсем, жай ғана мысалы бұрын жентті біз шарашаға жасайтын едік, қоңыр ғана. Әлі күнге шейін сөйтіп жасаймыз біз. Соны әкеліп, сосын қасына шоколад берсем, олар шоколад таңдайды. Кез келген бала таңдайтын еді. Сол себепті осы тұста мен пайдаланғым келді. Біз женттің үстіне шоколадты құямыз. Мысалы оның ішінде тек қана қара ақ шоколад емес, әртүрлі түстерде жасалған шоколадтарды қолданамыз. Оның үстінде жаңағы миндаль, кешу дейді, сондай жаңғақтардың түрлерін салып, яғни оның барлығы да біртіндеп проба жасап арқылы келді. Және де балаларым ең бірінші дегустация жасайтын менің балаларым. Балаларым ең бірінші көреді, ұнайды ма сендерге, ұнамайды ма деп пікірлерін білдіремін. Себебі олардың пікірлерінің артында басқа балалардың да ойы жатыр. Сондықтан да ақырында осылай бірнеше түрі келе бастады. Және де осы жасалған әртүрлі женттер біздің ең жоғарғы деңгейдегі өнімдерімізге айналды. Женттің 8 түрін жасаймыз дедіңіздер. Жалпы осы жент жасауда өздеріңіздің фирменный рецепт дейді ғой, сондай құпия бір рецепттеріңіз бар ма? Ел білмейтін? Ондай бір құпиялық жоқ. Тек қана бұл мен өткенде де айтып жатырмын бір неде сұхбатта. Бұл менің жүрегімнен шыққан туынды. Мен барлық махаббатымды салып, жүрегімді салып дайындаймын. Сондықтан ол сондай бір махаббатпен жасап ұсынғаннан кейін дәл солай қабыл алған кезде ол ең басты құпиясы сол деп ойлаймын. Енді ондай бір рецепт жоқ. Өйткені бұл рецепттің барлығы да менің анамның үйреткен рецебі. Және де соны әлі күнге дейін қолданып келе жатырмын. Және де менің қасымдағы жұмыс істейтін қыздардың барлығы дәл сол рецептпен жұмыс жасайды. Өйткені айтады ғой, жалпы талқан ол өте сондай бір өнім. Мысалы майы дұрыс болмаса да женті дұрыс шықпайды. Оның барлығы да жасап отырған адамның шынайы ниетінен туындайды ғой. Сондықтан да сол әдемі ниетпен жасаймыз. Жасалады. Сіздердің парақшаларыңызды парақтап отырған кезде бір тұтынушыларыңыз болар, өздеріңізге жазған екенді, балалық шақтағы жентпен бірдей осы женттің дәмін татқанда, сонау балалық шағыма әжем берген жентпен сол естелік ойыма бірден оралды деп. Сол себепті мақтауға тұрарлық, жалғастыра беріңіздер дәл сол қалпында. Жалпы осы дүкендеріңізде бір емес, енді бірнеше дүкендеріңіз бар. Соларды ұлттық жаңағы нақышта безендіруге, жалпы осы жасап жатқан өнімдеріңізді ұлттық нақышта безендіруге қаншалықты мән бересіз? Ең бірінші дүкенді ашқанда, орталықтағы дүкенде бізде 2 бөлмеден тұрады. Бірінші кіріп келген бөлмеде ол жерде жартылай, яғни кереге, шаңырақ тұр, және де көрпе, барлығы сандық, диірмен, барлығын қойып қойдық. Бұл тек қана декорация емес, бұл дәл осы ұлттың, біздің қазақ ұлтының тарихынан, дәстүрінен сыр шертетін орта, яғни уголок дейді ғой. Бұрыштама.
ең басында сол жерді жасаған кезде көп кісілер келіп немересін алып келіп фотосессия жасайтын, біз кәдімгідей қуанатынбыз. Шын мәнісінде ұнағанына қуанышты болдық, себебі ол бізде мысалы Қостанайда ондай дүкендер өте аз сияқты, тіпті орталықтарда ондай жоқтың қасы шығар, иә. Сол себептен де ол мүмкін біздің Қостанайдың тұрғындарына бір ерекше нәрсе болып көрінген шығар, мүмкін сол себептен де фотосессиямен бір естелік қалдырғысы келген шығар. Бірақ сол безендіру бізге көп үлкен жаңағыдай танымалдылықты алып келген сияқты. Өйткені біз бірінші өнімді емес, бірінші біздің дәстүрімізбен мәдениетімізді ұсындық, содан кейін оның артынан біз өнімді ұсындық. Келесі бөлмеге кіргенде дәл сондай біздің жаңағы барлық сөрелерімізден осы дәмдерді көре алады. Ең басында біз қойып қоятынбыз, келген адамдардың барлығы дәмін татып, содан кейін барып алатын. Себебі көп, мысалы, кей кезінде мен жылағым келетін, өзім бір жыл бойы мен сатушылықта өзім тұрдым, себебі оның барлығын түсіндіру керек болды. Сол кезде кейбір кісілер, енді қалада өскен кісілер ғой, енді оны да түсінуге болады. Бұл не, қалай жасалады, бұл неден жасайды, бұл неге пайдалы деп сұраған кезде кәдімгідей мен ерінбей барлығына айтып отыратын. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де айтуға тырысатын, жеткізуге. Сондықтан оның барлығы зая кеткен жоқ. Қазіргі таңда шүкір ондай сұрайтын адамдардың жоқтың қасы деп айтуға болады. 5 дүкенді бірдей аштыңыз. Сол дүкендерді ашу барысында жалпы осы брендті жүргізуде, бизнесті жүргізуде қандай қиындықтар кезікті алдыңызда? Негізі менің арманым, бізде Қостанайда мысалы Баян Сұлу, ДЭП сияқты үлкен компаниялар бар, иә. Солардың мысалы сол ДЭП компаниясымен біз Астанаға президенттің қатысуымен өткен Наурыз Думанға барып келдік. Қостанайдан 2 ғана өнім бардық, біз және ДЭП. Одан кейін Қазақстанның үздік тауары номинациясын жеңіп алған кезде Қостанай өңірінен азық-түлік номинациясы бойынша жеңіп алдық та біз Астанаға көрмеге бардық. Сол кезде біз Сарыарқа автопром, Агромаш холдинг, Большевичка сияқты үлкен тоулармен бардым. Соның ішінде мен ғана жалғыз жеке кәсіпкер болдым да, ИП ғана болдым да, қалғаның бәрі ТО деп жеке шаруашылық серіктестері да. Соларға қарап мен сондай үлкен бір арманмен, мақсатпен келдім. Ең бірінші жылы ғой, ол 23-ші жылы ашқан жылдар басында. Сол кезден бастап мен армандадым, үлкен сондай бір цех ашсам деп. Қазіргі күнге дейін әрине оның барлығы жұмыс жасалып жатыр, бірақ әлі мысалы өзімнің жеке жер алғым келіп, соны жер алып салғым келіп, бірақ әлі де ол жерге жету барысында маған кішкене кедергілер бар. Өйткені ол жерді алу үшін де өте енді көп жұмыс жасалу керек екен. Енді әрине оның барлығы болашақта бола жатар деп ойлаймын. Сондықтан да осындай кезде шағын жерде 2 ғана бөлмеде жұмыс жасаудың қандай қиыншылық екенін мен түсіндім. Мысалы наурыз кездерінде, қандай да бір үлкен мерекелер кезінде бізде тапсырыстар өте көп болады. Мысалы біз кей айларда мысалы жарты тоннаға дейін жент жасайтын кездеріміз болады. Оның барлығы әрине үлкен көлем, үлкен объем. Және де менің жанымда жұмыс істейтін 15 қыздың күші жетпей қалады кей кезінде. Мен өзім шығып, өзімнің ата-анамды бәрін тартуға кейде тура келеді. Сол себептен де осындай қиыншылықтардың барлығы маған мотивация береді. Үлкен жаңағы цех ашуға мотивация бұның барлығы. Сондықтан да бұндай қиындықтардың артында әрине жұмыс тұрады, үлкен мақсат тұрады. Ол мақсатқа жету үшін тынбай еңбек ету керек болады. Еңбектен ерінбеңіз, енді қажырлы еңбек тілейміз сізге. Жалпы осы ұлттық бренд деген сіз үшін не? Бұл өнім ба, мәдениет пе, құндылық па, әлде осының барлығы бірге ме? Жаңа айтып кеттім ғой, мен жалпы ұлттық құндылықтар маңызды. Оның ішіндегі жаңағы айтып кеткен. Жалпы қазақ бренд деген атаудың ішіне менің ойымша ұлттық барлығы саяды, иә? Барлығы саяды. Ұлттық өнімімізді, ұлттық бұйымымызда, тағамымызда, киімімізде, иә, ұлттық ойындарымызда барлығы да саяды. Яғни мен бұның барлығын біз 2025 жылы Қазақстанда өткен халықаралық көшпенділер ойынына барып қатысып келдім. Ол жерде өзіміздің өнімімізді ұсындық. Яғни өте көп
көлемде біз зат саттық ол жерде. Өзіміздің өнімімізді саттық, яғни 89 мемлекеттен келген қонақтардың барлығы да, туристер келді, қонақтар келді, қатысушылар келді, ойынға қатысушылардың барлығы келіп дәм татты бізден. Шүкір, өйткені бұған дейінгі ойындарда тек қана өнім мен бұйым ғана барған екен. Мысалы, ағаш бұйымдар, біздің қазақтың кигіз басу өнерлері, киімдеріміз барлығымыз көрсетілген екен, да тағамға рұқсат бермеген екен. Былтырғы жылы осы біз барған кезде Атамекен кәсіпкерлер палатасы соны бізге көмек беріп, осыған рұқсат алып берді. Яғни біз сол жерде Орал қаласынан келген осындай өндірісші бар, жент жасайтын, және де Қостанай қаласынан біз осы Қазақ бренд барып, сол жерге өзіміздің өнімізді ұсындық. Сол кезде осы көшпенділер ойынында біздің ойындарымызда, салт дәстүрімізді барлығы да көрсетті. Яғни Қазақ бренд дегеннің атауына бренд бола алатын соның барлығы сият деп ойлаймын. Енді Қазақ бренд деген үлкен атауды алдым, үлкен жауапкершілікті мойныма арттым дедіңіз. Болашақта енді осыған сай келетін дүниелерге қарай кеңею, яғни ассортиментті үлкейту, әшекейге қарай көшу, немесе ұлттық киімге қарай бет бұру жоспарда жалпы бар ма? Жалпы 2024 жылы КСК шағын ауданында дүкенімізді ашқан кезде, ол жердің дүкеннің көлемі үлкен. Сондықтан ең бірінші сол дүкенге кіріп қараған кезде, ең бірінші ойыма сол бір жақ бұрышы біздің тағамдармен, екінші жақ бұрышы біздің ұлттық өнімдермен толтырылу керек деп жоспарладық. Яғни оның ішінде қазіргі таңда бізде қыз жасауына арналған көрпе жастыққа дейін бар, ұлттық киімдер де бар, әшекейлер де бар, ағаш бұйымдарымызда да барлығы да бар. Қазіргі таңда сатылымда барлығы бар. Сондықтан да біртіндеп соның ішіне барлық жаңағы қазақтың бренді бола алатын барлық бұйымдардың барлығын әкелуге тырысып келе жатырмыз. Және де қазіргі таңда бізде Қостанай қаласы 2023 жылы алғаш рет осы бір ауыл бір өнім жобасына, пилоттық жобасына қатысты. Ол жапондық кәсіпкерлердің бастауымен басталған жоба. Және де соған Қазақстаннан 5 қала ғана қатысқан болатын ең басында. Соның ішінде біз де кірдік. Сол кезде жапондық сол кәсіпкерлер келіп, біздің осы дүкенге арнайы келіп қараған болатын. Келіп, өздерінің бағасын беріп, өйткені біз алғашқы 10-қа кірдік, ендік. Және де Астана қаласына барып келдік, сол жерде де өздерінің бағасын берді. Сол кезде біз шағын ғана дүкен болдық. Одан кейін келесі дүкендерді ашқан кезде біз үлкейдік, және де сол бір ауыл бір өнім жобасына қатысқан алғашқы үздіктердің қатарында болған сол әшекей жасайтын, киім тігетін қыздармен қазіргі таңда коллаборация жасап, солардың өнімдерін қойдық біз өзіміздің дүкенге. Бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жалпы осы біздің өнімге наурыз айының қарсаңында сұраныс көбейеді, 2 есе, 3 есе көбейіп кетеді. Жалпы ұлттық дәмге тек қана наурызда емес, жалпы күнделікті өмірде де сұраныс болу үшін не істеу қажет? Менің ең үлкен бір арманым осы ұлттық тәттілер күнделікті, әр отбасында күнделікті дастарханда тұрса деймін. Яғни біз күнделікті нан, сүт, қантты пайдаланатын сияқты дәл осы жент, құрт, ірімшікте дастарханда тұрса екен деген арманым бар. Және де сол үшін де қазіргі таңда насихаттау жұмыстарымен өте көп айналысудамыз. Біз осы уақытқа дейін бұқаралық ақпарат құралдарының барлығынан да шығуға тырысып келе жатырмыз. Республикалық болсын, өңірлік болсын, барлық. Тіпті одан кейін әлеуметтік желілер арқылы да әртүрлі жобалар жасаймыз. Мысалы, тек қана суретін ғана салып немесе бағасын ғана қоймаймыз. Біз оның барлығының астарындағы мәнін жеткізуге тырысамыз. Бұның негізгі, мысалы, тіпті қаптамамызды да жасаған кезде оюларды, әртүрлі түстерді пайдалануға тырысамыз. Оның барлығының не себепті, мысалы, біз қошқар мүйіз пайдаланамыз, не себепті біз көк түсті көбірек пайдаланамыз, соның барлығын түсіндіріп келе жатырмыз, насихаттап келе жатырмыз. Сондықтан да оның барлығы да біздің дәстүріміздің, мәдениетіміздің сақталуына, келесі ұрпаққа дәл сол күйінде, әдемі күйінде жеткізуге бірден бір себеп болады деп ойлаймын. Гүлнұр ханым, бүгін келіп осы ұлттық дәм, дәстүр, мәдениет жайында, өзіңіздің жүріп өткен жолыңыз жайында келіп әңгіме өрбіткеніңізге еске алғыс айтамыз. Алдағы уақытта 5 емес, енді 50-ден асыңыздар. Үлкен өзіңіз қалаған цехыңыз
қаланың дәл жүрегінде орналассын. Алпауыт компаниялармен бірге иық тіресе үлкен көрмелерге бардым дедіңіз. Енді сіздің де Қазақ бренд деген жазудың жанында жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестік деген жазу пайда болсын. Сізге көп рахмет. Өзіңіз айтқандай, әр қазақтың дастарханынан осындай ұлттық дәм үзілмесін. Рахмет. Рахмет.